Сәлем достар, бүгін сіздермен корейша қияр дайындау рецептісімен бөліскім келеді. Бұл салатты түрліше дайындайды, бірақ маған осы тәсілмен дайындаған қатты ұнайды. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз қиярды дайындап аламыз. Ол үшін мен қиярды ұзыншалау ірі бөлшектерге кесемін. Кескен кезде сыртқы қабығы әр бөлшекте қалу қажет. Неге осылай? Біріншіден ұзыншалап кесем, содан соң осыны 4 бөлікке бөлемін. Осындай бөлшектер шығады. Бүкіл қиярларды кесіп болдым, енді оны тұздаймын. Шамамен жарты шай қасық саламын. Көп салмаңыз, өйткені бізде әлі соя соусы болады. Енді осыны жақсылап тұрып, қолмен араластырамын да жарты сағатқа қалдыра тұрамын. Әзірге етті ұзыншалап кесемін. Бұл салатқа қара мал етін алған дұрыс. Етті кескен кезде тілімшелерді жіңішке етіп кесіңіз. Сол кезде олар тез жақсы піседі. Осылайша кесемін. Әзірге майды табаға құйып, қыздырып, дайындап аламын. Майымыз қызды, енді осыған етті салып, қуырамын. Жабысып қалмас үшін кішкене араластырып қоямын. Осылайша қуырылып тұрады. Етіміз қуырылып жатқан кезде пиязды мен жарты сақиналарға кесемін. Ет табада көпіріп, суы шыға бастады. Кішкене араластырамын арасында. Болгар бұрышын бір үлкен немесе 2 кішігірім бұрышты аласыз. Оларды да дәл солай тілімшелерге кесемін. Етімізде бүкіл су буланып бітті. Енді пиязды салуға болады. Пиязды бірнеше минут түссіз болғанға дейін қуырамын. Бұл салатты етсіз де жасап жатады, немесе тауық етімен де жасауға болады. Егер етсіз жасайтын болсаңыз, жай ғана пиязды қуырасыз. Сарымсақты осындай күштен өткізіп аламын. Тісшелері үлкен болса 4-еу, кішігірім болса 5-6-ын аласыз. Пияз жұмсарып бастады, енді бұрышты салуға болады. Бұрышты 1-2 минуттай ғана қуырасыз. Кішкене қуырылды, енді пешті сөндіре беруге болады. Қиярларымыз тұздалды, ішінен мінеке осындай соғы шықты, оны қиып тастауға болады. Енді қиярларға бүкіл дәмдеуіштерімізді қосамыз. Біріншіден соя соусын 6 ас қасық қосамын. Қантты 3 шай қасық қосамын.
кориандр, ашық қызыл бұрыш, қара бұрыш, кунжуттың қуырылған түрі де болады. Паприканы қосамыз. Паприканы қоспасаңыздар да болады, ол әдетте тек әдемі түс береді. Және де сарымсақты қосамыз. Енді дәмдеуіштердің үстіне ыстық майды құямын. Әсіресе сарымсақтың, бұрыштың үстіне құйсаңыздар, жақсы дәм береді. Барлығын салып, жақсылап тұрып, араластырамыз. Осы кезде сірке қышқылын 1 шай қасығын қосамын. Және қайтадан жақсылап тұрып араластырамын. Бұл салат 1-2 сағат тұра тұру қажет. Сонда дәмдеуіштері сіңіп, дәмді шығады. Бірнеше сағаттан соң салатымыз дайын болды. Мінекей астындағы ең дәмді шырынын үстіне құйып, жесеңіздер дәмді шығады. Жер алдында согымен бірге араластырып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда ол дәмдірек болады. Бұл салатты күнделікті жеуге де, мерекелік дастарханға да жасауға күшті. Мінекей бізде дәмді, нағыз кореяндық салаттардың бірі шықты. Сізге қатты ұнайды деген сенімдемін. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Әлі де көп рецепттер болады.